Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін біздер Алланың қалауымен жаңа дәрісті бастаймыз. Ол Маназилул ахирати, мағынасы ақырет баспалдақтары деген. Яғни о дүниеге алғашқы қадамдар. Бұл дәріс бүгінгі тақырыбымыз мәл-мәуту, өлім деген не, және лимада намуту, не үшін өлеміз, және лимада нахауфу минал маути, не үшін өлімнен қорқамыз. Осы үш тақырыпқа тоқталамыз бүгінгі дәрісімізде. Бірінші, мәл-мәуту, өлім деген не десе, ғалымдарымыз анықтамасын береді. Интиқалу мин дарин иля дарин ухра. Бір ауладан екінші аулаға ауысуды өлім деп айтады. Яғни қазіргі тұрған осы дүниеден, бұл дүниеден о дүниеге, ақырет дүниеге ауысуды не деп айтады? Өлім деп айтады. Біздің қазақ сондықтан өлді деп айтпайды, қайтты деп айтады. Бұл дүниеден о дүниеге қайтты деп айтады. Өлімнің мағынасы сол екен. Енді Құран кәрімде Алла Тағала мынандай аяттарды келтіреді. Астағфиру билlah. Ва ма жаална ли башарин мин qablикал хулда афа ин митта фахумул халидун. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтып жатыр. Ва ма жаална ли башарин мин qablика. Ва Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, сенің алдыңда өткен адамдарға мәңгілік өмірді жасаған жоқпыз дейді. Яғни бұл дүниеде сенің алдында келген бүкіл адамдар ешкім қалып кеткен жоқ дейді. Бәрі де уақыт сағаты жеткен кезде өлді дейді. Афа ин митта фахумул халидун. Енді сен қайтыс болғаннан кейін де сенен кейінгі адамдар осы дүниеде қалып қояды деп ойлайсың ба дейді. Олар да кетеді дейді. Олар да кетеді дейді. Енді осы аятқа қарайтын болсақ, Алла Тағала ли башарин, адам баласын айтып жатыр. Сенің алдында өткен және сенен кейін келетін бүкіл адам баласы өлімнің дәмін татады деп тұр. Қалып қоймайды бұл дүниеде дейді. Енді періштелерші, жындар, жансыз нәрселер, бұлар өлмей ме сонда? Енді осыған байланысты келесі аятта былай дейді Алла Тағала. Астағфиру билlah. Куллу нафсин заиқатул маут. Әрбір жаны бар нәрсе өлімнің дәмін татады дейді Алла Тағала. Бұл жерде Алла Тағала бәшар, адам сөзін қолданған жоқ. Мына аятта Алла Тағала нәпс сөзін қолданып тұр. Нәпс дейтін рух деген мағынаны білдіреді. Кімнің бойында рух болатын болса, жан болатын болса, сол өлімнің дәмін татады дейді. Енді жындарда рух бар ма? Бар. Періштелерде бар ма? Бар. Басқа адамнан басқа хайуандарда рух бар ма? Бар. Яғни күллі нәпсі деген кезде бұның ішіне адамда кіріп кетеді, періштелерде кіріп кетеді, жындарда, бүкіл хайуандарда осы аятқа кіріп кетеді екен. Бүкіл жаны бар нәрселердің барлығы өлімнің дәмін татады дейді. Енді жансыз нәрселер бұдан шығып кетеді. Әлгі жоғарыда айтқан, қазір айтқан екі аятқа қарайтын болсақ, жансыз нәрселер шығып кетеді, кірмейді өлімге. Енді үшінші аятта Алла Тағала былай дейді. Астағфиру билlah. Куллу шайин халикун илля ваджха. Алладан басқа бүкіл нәрсе жоқ болады дейді. Алладан басқа бүкіл нәрсе жоқ болады. Мына аятта Алла Тағала бәшар, адам сөзін қолданып тұрған жоқ, және нәпс, жаны бар нәрселерді қолданып тұрған жоқ. Мына нәрсеге шайун, яғни нәрсе дейді. Бүкіл нәрсе, жаны бар болсын, жаны жоқ болсын, бүкіл нәрсе осыған кіріп кетеді екен. Былайша айтқанда, бүкіл адамзат, жындар, періштелер, хайуандар, жаны жоқ нәрселер, тау, су, жер, аспан, бүкіл нәрсе осы нәрсеге жатады екен. Осы аятқа кіреді. Алладан басқа бүкіл нәрсе жоқ болады дейді Алла Тағала. Нәрсе дегеніміз не? Алдында ақидада өткен жоқпыз ба біздер? Нәрсе дегеніміз бар нәрсені нәрсе деп айтады. Осы дүние. Мысалы, тау дүниеде бар ма? Бар. Нәрсе ол. Су бар ма? Бар.
Аспан бар ма? Бар. Көлік бар ма? Бар. Бұның барлығы неге жатады? Нәрсеге жатады. Яғни қиямет болған уақытта Алладан басқа бүкіл нәрсе не істейді? Жоқ болады дейді. Жоқ болады. Енді келесі тақырыпқа тоқталайық. Келесі мәселеге, өлім деген нені айттық қой? Екінші өтетініміз лимаза намуту, не үшін өлеміз дегенге тоқталайық. Не үшін өлеміз? Бұған байланысты нахну намуту лианнана аслан лам нухлақ лихадал хаята дуния дейді. Біз не үшін өлеміз деген сұрақ қойылатын болса, жауап оған біз бұл дүниеде мәңгілікке қалып қою үшін жаралған жоқпыз. Алла Тағала біздерді бұл дүние үшін жаратқан жоқ. Алла Тағала не үшін жаратты біздерді? Алла Тағала ол дүние үшін, ақырет үшін жаратты Алла Тағала. Енді мысал келтірейік. Бір шәкірттер бар, оның ұстазы емтиханға 2 сағат уақыт береді. 2 сағаттың ішінде сол сыныптың ішінде отырып емтихан тапсыру керек, сынағын тапсыру керек. Енді уақыт біткеннен кейін ұстаз не істейді? Дәптерлерін парақтан жинап алады. Болды, уақыт бітті. Енді шыға беріңдер деп айтады. Енді емтихан біткеннен кейін әлгі шәкірттер сол сыныпта қалып қоюдың мәні мағынасы бар ма? Жоқ. Өйткені ол емтихан тапсырған кезде сол сыныпта қалып қою үшін тапсырды ма емтиханды? Жоқ. 2 сағат уақыт беріледі, тапсырады, сосын барып шығып кетеді. Міне сол сияқты Алла Тағала біздерді бұл дүние біле білсеңіздер емтихан үшін жаратылған. Өйткені Алла Тағала не деп айтты Мүлк сүресінде? Астаизу билlah аллази халақал маута вал хаята. Алла Тағала өмір мен өлімді жаратты. Не үшін десе? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Сендердің қайсы бірің жақсы амал, ізгі амал істейді екен деп сынау үшін жаратты дейді Алла Тағала, сынау үшін. Енді Алла Тағала мына өмірде бізді сынау үшін жаратқан болса, біздің осы дүниеде мәңгілікке қалып қоюымызда ешқандай мән мағынасы жоқ екен. Алла Тағала сынақ үшін жаратты, белгілі уақытымыз келген уақытында 60 жыл бола ма, 70 жыл бола ма, кімге қандай Алла қаласа ғұмырды, сосын өлімнің дәмін татады екен. Енді осы сынаққа келетін болсақ, жалпы өлімнің өзі сынақ екен. Өлімнің өзі сынақ. Не үшін? Адам, мысалға, әке қайтыс болған уақытында кімге сынақ болады? Әйеліне сынақ. Бала шағасына, отбасына сынақ болады. Алла сынайды. Хадисте келеді: ашаддун наси балаан ал-анбия. Сынақтары ең ауыр болған, сынақтары ең қатты болған олар пайғамбарлар екен. Пайғамбарлардың сынағы өте ауыр болады. Суммал муъминун, суммал амсал фал амсал. Пайғамбарлардан кейін сынағы ең ауыр болатын олар кімдер екен? Алла хадисте келеді: муъминун, олар муъминдер екен. Енді ары қарай лимаза нахауфу минал маут дейтін. Не үшін біздер адамдар өлімнен қорқамыз? Осы жерде 3 топқа бөлеміз. Бірінші құдайсыздар, яғни атеистер, тәңіршілер, құдайсыздар. Олар өлімнен қорқа ма, қорқпай ма? Қорқады. Не үшін қорқады олар өлімнен? Осы өмір, менің өмірім таусылып қала ма деп қорқады. 70 жыл өмір сүрем ба, 80 жыл өмір сүрем ба білмейді. Осы өмірім таусылмаса екен, таусылсам өлем ғой деп өлімнен қорқады екен. Екінші түр бар, кімдер өлімнен қорқады десе, олар күнәсіне белшесінен батқандар, яғни пасықтар. Күнәсін әдетке айналдырғандар, пасықтар. Олар не үшін өлімнен қорқады? Не үшін қорқады өлімнен олар? Өйткені күнәсі себепті қорқады екен. Мысалға, бір қылмыскер ұрлық жасаған кезде, немесе бір зинақор зина істеген кезде, немесе бір кісі адамды өлтіргенде кімнен қорқады? Милициядан қорқады, ол дұрыс па? Сотталып кетемін деп қорқады. Немесе
әлгі кісінің ағай туысқандар мені кек ала ма деп қорқады. Түсінікті? Қорқады. Не үшін қорқып жатыр? Өйткені ол қылмыс жасағаннан кейін қорқып тұр да одан. Міне сол сияқты пасықтар, күнәһарлар не үшін өлімнен қорқады десе, әлгі өздерінің қылмыстарынан, Аллаға деген күнәларынан қорқады екен де солай. Ал енді үшінші топтағылар бар, олар мұъминдер, Алланың сүйікті құлдары, ізгі тақуа құлдар, пайғамбарлар, әулиелер. Олар не істейді? Бұлар өлімнен қорқпайтын адамдар екен. Олар өлімнен қорқпайтын адамдар. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламге Алла тағала мәләкул мәут, өлім періштесін жіберген уақытта өлім періштесі таңдау қойды, иә? Уа Алланың елшісі деді. Алла тағала мені жіберді, бірақ сізде таңдау бар дейді. Қаласаңыз мәңгілікке бұл дүниеден қалаңыз, немесе Аллаға қауышуды қалайсыз ба? Қайсыны қалайсыз? Таңдаңыз деген кезде, әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нені таңдады? Осы дүниеде қалып кетуді таңдады ма, әлде өлімді Аллаға қауышуды қалады ма? Нені таңдады? Әлбетте бұл дүниені емес, Аллаға қауышуды, сүйікті Раббысына баруды не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таңдаған екен, қалаған екен. Міне өлімнен қорықпайтындығының белгісі екен. Негізі өлімнен қорқатын адам, о дүниеге дайындық жасамаған адам өлімнен қорқады екен. Енді өлімді қалауға бола ма, немесе қаламау керек па, немесе белгілі бір себептер бар ма, соны бұйырса Алла қаласа келесі ары қарай дәрісімізде тәмәммул мәут дейтін тақырыпта тоқталатын боламыз.